Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай жасалынатын салаттың бетін әрлеу үшін картофельный пай жасаймыз. Картофельный паймен салаттарымыз өте дәмді болады. Алдымен картоптарымызды аршып, сәбіз өткізетін теркамен өткізіп аламыз. Картоптар қатты майда емес, аздап ірлеу болған дұрыс. Үстіне салқын су құйып, жуып аламыз. Екінші рет тағы да салқын су құйып, 20 минут шамасында крахмалы кеткенше қалдырамыз. Тағы да суымызды төгіп, су тартатын майлыққа жарты сағат, 1 сағат шамасында жайып қалдырамыз. Кепкен пайды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Яғни қызартырып, сарғыш болғанша қызартырып аламыз. Арасында кішкене араластырып тұруды ұмытпаймыз қуырып жатқан кезде. Себебі түстері әртүрлі болуы мүмкін. Шет жақтары қызғыш, ортасы сары деген сияқты. Піскен картофельный пайды қағаз майлыққа аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.